Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін грек жаңғағының адам ағзасына әсері туралы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Грек жаңғағының пайдасы қандай? Жаңғақтардың адам ағзасына тигізер пайдасы өте мол. Олар ағзаны қалыпты жағдайда ұстап тұрып, түрлі ауруларға қарсы күресетін күші де бар. Жаңғақтың түрлері өте көп, және әрқайсының өз алдына емдік қасиеттері бар. Бүгін біз солардың бірі грек жаңғағы туралы айтатын боламыз. Шын мәнінде грек жаңғағы пайдалы ма, зиян ба? Оларды жиі қолдануға бола ма? Осы сұрақтарды осы видеодан толық көре аласыздар. Бұл жаңғақтар күш-қуатымызды қалыпқа келтіріп, бойдағы сырқатты жеңуге көмектеседі. Мәселен, қант диабеті. Оның белгілі бір мөлшерін күнделікті ас мәзіріне қосып отырған жөн. Бірақ дәрігерлер күніне 100 грамын ғана пайдалануға кеңес береді. Одан көп жеу зиян келтіруі мүмкін. Грек жаңғағы атеросклероз ауруына шалдыққан кезде жақсы көмектеседі. Ми белсенділігін арттырады, ішек жұмысын жақсартады. Оның құрамында дәрумендер, минералды түрлі майлар бар. Май, хинон, каротин, жасұнық, тұз, тағы басқа. Тіпті жаңғақ ағашының жапырағының құрамында денсаулыққа пайдалы элементтер бар. Жаңғақ қаншалықты пайдалы болғанымен оның аллергия тудыру қаупі бар. Бойында аллергия, псориоз, экзема сынды аурулары бар адамдар жаңғақты абайлап қолданылған жөн. Егер омырауында балаңыз болса, жаңғақты көп мөлшерде жемеңіз. Біріншіден, ауыз қуысының улуына алып келеді. Екінші, балаға бөртпе шығуы мүмкін. Грек жаңғағы өте тойымды, ол наннан 2 есе калорияға ие. Сондықтан толысуға бейім жандар сирек қолданған жөн. Жаңғақтың пайдасының мол екенін халық медицинасы да дәлелдеп келді. Өзі ғана емес, қабығы мен жапырағы да емдік мақсатта жиі қолданылады. Жапырағынан ауыз қуысына және қызыл етке арналған тұнба жасайды. Сондай-ақ оның қайнатпасын жараның тез жазылуына көмектеседі. Отадан қалған ізді кетіреді. Ішек құрт қабынуы, қант диабеті ауруларынан айығуға көмектеседі. Қант құрамдағы холестеринді азайтады, сонымен қатар косметикалық мақсаттарда қолданылады. Егер осы видео ұнаса, арнамызға жазылып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған әлем арнасы.